175 жылдығына орай Абай оқулары байқауына Қызылорда облысы Арал ауданы нөмір 59 орта мектептің 3-ші А сынып оқушысы мен Лайықова Жаннұр Абай Құнанбаевтың 20-ші қара сөзін жолдаймын. Аз ба, көп пе, адам баласы біртүрлі мақтаннан аман болмағы қиын. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін-өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни, надан атанбастығының, мақтаншақ атанбастығының әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді. Осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездердің бойына қорлық беріп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақыллардың, арлардың, артықтардың мінезі. Олар өзіңді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дейсің деп азаптанып жүр. Екінші мақтаншақ деген біреуі демесін дейді, десін дейді, бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгілі әуелі не іс екенін ескермейді. Мұндай мақтаншақтар өзі үш түрлі болады. Бірінші, жатқа мақтанарлық мақтанды іздейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі, өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы толық емес. Үшіншісі, өз еліне келіп айтпаса, я алдына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді. Ол наданы, ләкин өзі адам емес. Елі мақтаса екен дейді, ағайыным мақтаса екен дейді. Ағайынның ішінде өзім мақтау іздеген, өзімді өзім мақтап жетемін дейді.